Өнімді әрі дәмді дақылдың аты талқан. Мағайын, ас болсын бағдарламасы. Бүгін біз талқаннан дәм жасауды үйренеміз. Біздің бүгінгі қонағымыз Лаура апай. Қош келдіңіз, Лаура апай. Апай, біз талқан дақылынан қандай дәм жасаймыз? Талқан дақылынан біз бүгін таңғы асқа арналған талқан дайындаймыз. Талқан өте дәмді, су қоста жей бер, сүт қоста балаға бер дегенде өте тойымды және дербес бір дақыл болып табылады. Ал ендеше бүгінгі бағдарламамызды бастайық. Таңғы асқа арналған талқанды дайындау үшін бізге алдын ала талқан қажет, сүт, май және қант қажет. Ал Дарияға енді біз талқанды дайындауымыз үшін бірінші сүтті ысытып алуымыз қажет. Сен мына жаққа сүтті қоя қой. Ал мінекей енді сүтіміз ысыды. Дарияға сен маған талқанды араластыру үшін бір шұңғыл ыдыспен бір қасық бере қой. Ал енді талқанды бір шұңғыл ыдысқа жеңілдеп, өзіміз жейтіндей бір мөлшерде салып аламыз. Апай, сіз осы дәмді қайдан үйрендіңіз? Мен өзім Қызылорда өңірінен болғандықтан, мен бұл тағамды өзім анамнан үйрендім. Бұл бізге бір жат нәрсе емес. Біз күнде таңғы аста осы талқанды осылай сүтпен араластырып жейміз. Ал енді мұнда талқанымызды қойып, бұл талқанымызға бізге қажет бір мөлшерде шамалы сүт қосамыз. Осыны жақсылап араластыруымыз керек. Арасы түйдек-түйдек болып қалмау керек. Араластыру барысында егерде шамалы сүтіміз аздау болса, арасында сүт қосып тұрамыз. Өйткені бұл не қатты, өте қатты сұйық болу керек. Араластыру барысында шамалы өзіміз ұнататындай түрде бір қант қосып жіберу керекпіз. Ал мінекей таңғы асқа арналған талқанымыз дайын болды. Дарияға енді дәмін татсаң болады. Қандай дәмді? Ас болсын, Дарияға. Рахмет, сізге де ас болсын. Лаура апай, талқан дақылынан тағы қандай дәм жасауға болады? Талқан дақылын біз күнделікті өмірде көп қолданамыз. Таңғы астада, қонақтар келгенде де. Сол қонақтар келген кезде көбінесе дайындайтынымыз ол тағамның аты жент. Жентті солтүстік өңірлерінде бидайдан жасаса, ал оңтүстік өңірінде тары көп болғандықтан тарыны тас диірменде өткізіп, осындай бір жент жасайды. Талқаннан жасалатын жентті дайындау үшін бізге бірінші талқан қажет, сары май және қант керек. Және сонында араластыру үшін осындай бір шұңғыл ыдыспен қасық керек. Біз сары майды әдемілеп ертіп алуымыз керек. Осындай бір ыдысқа салып, жақсылап ертіп аламыз. Ертпеген жағдайда біз талқанымызды араластыруымыз өте қиын болып кетеді және көп уақыт алады. Ал ертілген маймен ол тез уақытта жақсылап араластырылады. Ал мінекей енді майымыз еріді. Біз осы талқанымызға шамалы май құямыз. Біраз да қант себеміз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Ал міне жентіміз де дайын болды. Енді осыны үстелге әдемілеп әсемді етіп қою үшін біз мынандай пішінді ыдыстарды қолданамыз. Осындай ыдыстардың ішіне жақсылап жентімізді саламыз. Жентіміз салған кезде үстен жақсылап бастыруымыз керек. Өйткені бұл тығыздалған кезде осы бір ыдыстың пішінін алады.
Ал Дариға, сен маған көмектессең де болады. Екеулеп бір тез осыны жасап тастайық. Ал жентімізді енді осы ыдысқа салғандықтан кейін осыны былай жеңіндеп төңкереміз. Жеңіндеп аламыз. Және жентіміз осындай бір пішінді, бір тәтті, бір дәмге айналады. Ал мінекей енді жентімізге пішін бергеннен кейін оны қол астымыздағы мейізбен немесе жаңғақпен және басқа да түрлі дақылдармен әсемдеуге болады. Осымен біздің жентіміз дайын, осылай үстел басына қоя берсек болады. Сіздерге ас болсын. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламада болған мен Дариға және біздің қонағымыз Лаура апай. Қош сау болыңыз.